Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Дамылсыз тірліктен демалып, өткен аптада Қазақстанда не болып жатыр деп телефонға телмірген ағайынға анығын айту үшін алдарыңызға шықтық. Тақырып сайрап тұрғандай, осы аптада ойланатын сәттер көп болды. Ендеше кеттік. Осы аптада қаңтар оқиғасы кезінде Алматы әуежайын басып алу ісі бойынша сот үкімі шықты. Айыптау қорытындысында Айгерім Тілеужан мен Қалас Нұрпейісов қаңтар оқиғасы кезінде Алматы әуежайында наразы топтың алдында билікке қарсы сөздер айтып, оларды заңсыз әрекетке айдап салып, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырған деп көрсетілген. Сондай-ақ Нұрпейісов, Дәлібаев, Шилібаев пен Кәрменов ғимараттарға шабуыл жасап, көліктерді тартып алған, бөтеннің мүлкін жымқырған деп жазылған. 11 шілде күні Алматыдағы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған сот ғимаратының алдына айыпталушыларды қолдауға шамамен 100-ге жуық адам келді. Жиналғандардың басым көпшілігі Оян Қазақстан мен Феминита белсенділер болды. Халық террорист емес, атқандарды соттаңдар, саяси тұтқындарға бостандық деп ұрандатты олар. Сот айыпталушыларды кінәлі деп танып, Айгерім Тілеужан 4 жылға сотталды. Ал қалған 4 азамат 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұған дейін қамаудағы 5 адамда өздеріне тағылған айыпты мойындамайтын әлденеше рет мәлімдеген. Үкім оқылғаннан кейін сотталушылардың жақтастары мен күштік құрылым қызметкерлері кикілжіңге келіп, сот ғимаратына арнайы жасақта әкелінді. Кейін наразы жұрт президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа талап қойды. Олар бас прокурор Берік Асыловты қызметінен босатуды, сонымен қоса істі қайта қарауды талап етті. Талаптары орындалмаса, олар Тоқаевтың кетуін талап ететінін айтты. Саясаткер Рысбек Сәрсенбайдың сөзі. Тоқаев кет! Тоқаев кет! Тоқаев кет! Тоқаев кет! Қасым-Жомарт Кемелұлы, мынау ескерту түрінде айтылған алғашқы сөз. Шал кет, Назарбаев кеттің, соңы не болғанын білесіз. Тоқаев кеттің де соңы соған апарып тірейді. Сондықтан мемлекетті, елді, халықты басқарамын, қалған мерзімдерімді адал атқарам десең, ойлан. Ойлан Тоқаев. Ойлан Тоқаев. Ойлан Тоқаев. Тоқаевқа ойланатын сәт тым көп болды осы аптада. Алматыдағы Александр Невский шіркеуі аумағына орыс князы Александр Невскийге ескерткіш қойылды. Ескерткіштің ашылуына Алматы әкімі Ерболат Досаев, Владимир Путиннің көмекшісі Владимир Мединский қатысты. Досаев Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың, ал Мединский Ресей президенті Владимир Путиннің құттықтау сөзін оқыды. Алғашында Алматыдағы қоғамдық орындардың біріне қойылмақ болған ескерткіш мәжіліс депутаттары мен қоғам белсенділері қарсы болып, 2021 жылдан бері кейінге шегеріліп келген еді. Ал биыл мемлекет басшысы Тоқаевтың рұқсатымен қазақтың батырларының стилімен жасалған ескерткіш шіркеу ауласына қойылды. Александр Невскийдің тарихын түгендеп, оның кім болғанын ағайынға жеткізудің мәні жоқ біз үшін. Әлгі жиындағы Досаев оқыған хатта мемлекет басшысы ескерткішті екі ел арасындағы бауырластық көрінісі екенін айтқан. Біз бауырластық деп қабылдасақ, орыстың түсінігі тіптен бөлек екені анық. Мәселен, 2022 жылы ақпанда Ресей басып кірген соң Украина Харков қаласындағы Александр Невский ескерткішін алып тастаған. Мұны Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Украинаның ұлтшыл саясат деп бағалаған еді. Артынша 2022 жылы қыркүйекте Ресей басып алған Мариуполь қаласына Александр Невский ескерткішін орнатқан. Демек, бұл өздерінің ескерткіш қойылған елге үстемдік жүргізіп тұрғандығының бір белгісі екені айдан анық. Тарихшы Талғат Жұмағанбетов эксклюзив Килет басылымына берген сұхбатында Александр Невскийге ескерткіш орнату Қазақстан аумағындағы Ресей пропагандасының жалғасы, орыс әлемі деп аталатын дүниені ілгерілету деп айтқан еді. Онымен қоса, осы аптада библиялық кітаптар қазақ тіліне аударылып жатыр дегенде ақпарат шықты. Жобаның бастамашысы
Астана және Қазақстан митрополиті Александр есімді азамат. Бір елді алғың келсе, алдымен ділін ал, артынша тілін ал, кейін дінін ал деген тәмсіл бар еді. Не дейміз? Біз де Рысбек Сәрсенбайдың сөзін қайталаймыз. Ойлан, Тоқаев. Қазақстанды азаматтық соғыстан іс жүзінде біздің жүргізген іс-әрекетіміз, саясатымыз құтқарды. Тақырыптан ауытқымай тағы бір ақпарат айтайық. Жақында Ресей мемлекеттік думасының депутаты Виктор Соболев Қазақстанда русофобия мәселесі бар деген еді. Оның пайымдауынша мәселе латын әліпбиі жобасынан соң пайда болған. Батыс ұжымы бұған барлық жағынан жәрдемдеседі. Менің ойымша, Қазақстанды азаматтық соғыстан іс жүзінде біздің жүргізген іс-әрекетіміз, саясатымыз құтқарды. Қазақстанда жағдайды ушықтырғысы келмейтін адамдар бар деп ойлаймын, деді депутат. Ол Қазақстандағы русофобия мәселесін шешу Ресейдің Украинадағы соғысына әсер ететінін айтқан. Кейінгі уақытта ресейлік депутаттар мен пропагандистер Қазақстандағы русофобия жайлы көп айтып кетті. Ресейлік саясаткерлер Қазақстанда орыс тіліне қысым жасалып жатыр деп бірнеше рет мәлімдеме жасаған. Астана мұндай мәлімдемелерді Мәскеудің ресми позициясы емес деп көбіне елеусіз қалдырып келді. Әскери құрылыс акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Тәжиденов бюджеттен 596 миллион теңге жымқырған. Бұл істе бас аяғы 11 адам, оның ішінде Тәжиденовтің туған ағасы мен жиені, әскери құрылыспен оның қарамағындағы Астана қаласы филиалының қаржы және корпоративтік қызметіне жауапты адамдар бар. Олар тауарлар мен қызметтерді сатып алуға, өтеусіз қаржылық көмек көрсетуге үлессіз компаниялармен жалған шарттар жасап, аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырды деп күдікке ілінген. Айта кетейік, компанияның жалғыз акционері Қазақстанның қорғаныс министрлігі. Оның басшылығы да дәл осы министрліктің бұйрығымен тағайындалады. Бұл саланы бір сілкіп алу керек секілді. Қалай ойлайсыздар? Ал біз әрі қарай кеттік. Қазақстанда туыстық байланыс арқылы төрге шығу, қайсы креслоға жайғаса кету тоқтады ма десек, қателескен секілдіміз. Осы аптада ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың інісі Ермек Қуантыров Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының сатып алулар жөніндегі директор болып тағайындалды. Ермек Қуантыров бұған дейін Еуразия экономикалық комиссиясының кәсіпкерлікті дамыту департаментінде басшылық еткен болатын. Ол ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың туған інісі, президенттік жастар кадрлық резервінің мүшесі. Кіші Қуантыровтың бұл қызметке лайық бағасы арқылы немесе шенеунік ағасы арқылы келгені әзірге белгісіз. Мұны уақыт көрсетеді. Осы аптада Түркістан облыстық тексеру комиссиясының бас инспекторы Сарыағаш ауданы мектептерінің бірінде аудиторлық тексерістің оң қорытындысы үшін 26 миллион теңге көлемінде пара алған. Сондай-ақ Алматы, Жетісу облыстарының мемлекеттік судьялары пара алды деген күдікке ілінді. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет білім беру саласындағы былықтарды біртіндеп тексеріп жатыр. Алматы облысында облыстық тексеру комиссиясы бөлімінің басшысы Қарасай ауданының білім бөлімінің бухгалтерінен аудиторлық тексерудің оң нәтижелері үшін 1 миллион теңге сомасында пара алған. Ал Жетісу облысында бюджет ақшасын тырнақшаның ішіндегі аруақтардың шотына аудару және мектеп қызметкерлерінің жалақысын асыра бағалау, кейіннен оларда қолма-қол ақшаға айналдыру және иемдену жолымен жымқырған. Сондай-ақ тергеу барысында Алматы облысы тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторы 500 мың теңге сомасында пара алғаны әшкереленді. Ол Талдықорған мектептерінің бірінде аудиторлық тексерістің оң қорытындысы үшін пара алған болып шықты. Жегі құрттай жең ұшынан жалғасқан жемқорлық білім саласына да жетті міне. Болашаққа балта шабатын мұндай әрекеттерге тез арада тыйым салыну керек. Заңсыз шешім шығаратын сот, дұрыс емдемейтін дәрігер, жауапсыз өрт сөндіруші сияқты мамандар жемқорлықтың жемісі.
Дәл осы қызметтердің бірі сізге керек болмауына кім кепіл? Ойлан жемқор, түзел жемқор жүйе. Ардақтаған құрметті көрермен, осымен бағыты айқын бағдар жобасының апталық шолуы тәмам. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.